Қайырлы күн, құрметті әріптестер, ата-аналар, оқушылар. Барлықтарыңызды келіп жеткен жаңа жыл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Абай облысы білім басқармасының Аягөз ауданы білім бөлімінің Оңбұлақ жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2025 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытынды есебі. Оңбұлақ жалпы орта білім беретін мектебі 2025-2026 оқу жылын 1-11 класс комплектісімен 5 күндік жұмыс апталығымен бастадық. Оқу жылының басында 1-11 сыныпта оқушы саны 67. Мектеп алды даярлық сыныбында 5 оқушы. Мектеп жанындағы шағын орталықта 15 бала тәрбиеленуде. Жалпы мектеп бойынша мектеп алды даярлық 11 сыныпта 72 оқушы бар. Білім алушылардың жалпы санынан ерекше білімді қажет ететін оқушы үлесі 0,2% құрайды. Мектепте 1-4 сыныпта 20 оқушы, 5-11 сыныпта 25 оқушы, жалпы саны 45 оқушы, тегін бір мезгіл ыстық тамақпен қамтылған. Мектеп қызметкерлері, педагогтер және білім алушылардың жалпы өмір қауіпсіздігі үшін мектеп ішінде 11 камера, сыртында 11 камера, жалпы саны 22 камера жұмыс істеп тұр. Мектебіміздің оқу тәрбие үрдісіндегі күндегі болып жатқан іс-шараларды жариялап отыратын әлеуметтік желілер, яғни мектеп сайты, Instagram, Facebook парақшасы, YouTube каналы бар. 1-90 қорытындысы бойынша оқу озаты 14, оқу екпінділер саны 28, білім сапасы 67% құрады. Ал 2-90-да Семей қаласынан 2 оқушы келгендіктен мектеп алды даярлық сыныбында 6 оқушы, 1-11 сыныпта оқушы саны 68 оқушыны құрады. 2-90 қорытындысы бойынша оқу озаты 17 оқушы, оқу екпінділері 29, мектептің білім сапасы 71%-ға көтерілді. Мектептегі жалпы мұғалімдердің саны 19, педагог-психолог 1, 2 тәрбиеші бар. Кіші қызметкерлердің саны 28. Жоғары білімі бар мұғалімдер саны 19. Арнаулы орта білімі бар мұғалім 1. Ал сапалық құрамына келетін болсақ, педагог зерттеуші 12, яғни 60%-ды құрайды. Педагог сарапшы 4 20%-ды құрайды. Педагог модератор 3, яғни 15%-ды құрайды. Жалпы біліктілігі бар мұғалімдер 95%-ды құрап отыр. Ғылыми академиялық дәрежесі бар магистр мұғалімдердің саны 7, үлесі яғни 35%. 2025-2026 оқу жылында ауыл оқушыларына арналған пәндік ауыл олимпиадасынан орын алған оқушыларымыз да бар. Тарихы пәнінен 1-ші орын, Асылбек Елдана физика пәнінен 1-ші орын, 11 сынып оқушысы Гизатолла Мақсат физикадан 1-ші орынды иеленді. Осы 3 оқушыда облыстық кезеңге өтті. Жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-11 сынып оқушыларына арналған ауыл олимпиадасының облыстық кезеңнен Қазақстан тарихы пәнінен 10 сынып оқушысы Сәлімжан Әлислам 3-ші орынды иеленді. 2025-2026 оқу жылында 5-6 сыныптар арасында аудандық жалпы білім беретін пәндер бойынша олимпиададан орын алған оқушылар 5-ші сынып оқушысы Еркінбек Ерназ математика пәнінен 1-ші орын иеленіп, облысқа жолдама алды. 6-ші сынып оқушысы Кәрімбек Айдана математика пәнінен 2-ші орынды иеленді. 7-8 сыныптар арасында өткен аудандық пәндік олимпиадада 7-ші сынып оқушылары Асылбек Алуа орыс тілі пәнінен 2-ші орын, Сейфулмүлік Аяулым химия пәнінен 2-ші орын,
Нұржан Аяру биология пәнінен 3-ші орын, Серғазы Айзере тарих пәнінен 2-ші орынды иеленді. 9-11 сыныптар арасында аудандық жалпы білім беретін пәндер бойынша пәндік олимпиадасынан орын алған оқушылар: 9-ші сынып оқушысы Асылбек Елдана физика пәнінен 3-ші орын, 11-ші сынып оқушысы Серқазы Диана биология пәнінен 3-ші орын, 11-ші сынып оқушысы Карымбек Тұрғали физика пәнінен 2-ші орын иеленді. Басқа да аудандық сайыстар мен байқаулардан оқушыларымыз жақсы жетістіктер көрсетуде. Атап айтсақ, ауданда өткен Абай Дана, Абай Дара мәнерлеп оқу сайысынан 2-ші сынып оқушысы Гизатолла Зере 3-ші орын және 3-ші сынып оқушысы Ержанов Айсана 3-ші орын алды. Аудандық Мария Алатай қызына арналған қазақ тілі мен әдебиеті пәніне арналған аудандық олимпиадаға 7-ші сынып оқушысы Серғазы Айзере қатысып 3-ші орынды иеленді. Меңаяқ жалпы орта білім беретін мектебінде өткен физика-математика аймақтық олимпиададан 9-ші сынып оқушысы Асылбек Елдана физика пәнінен қатысып жүлделі 2-ші орынмен марапатталып, ақшалай 30 000 сыйлық алды. Ақшәулі жалпы орта білім беретін мектебінде өткен шахматтан аймақтық олимпиададан 11-ші сынып оқушысы Гизатолла Мақсат 2-ші орынды иеленіп, ақшалай 50 000 сыйлық алды. Көп балалы отбасының баласы 5-ші сынып оқушысы оқу озаты Еркінбек Ерназ облыс әкімінің шыршасына барып, бағалы сыйлықтармен оралды. Қазақстанда ауыл мектептерін дамыту барған сайын ауқымды және көп қырлы процесс ретінде қалыптасып келеді. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің 31.08.2022 жылғы номері 385 бұйрығы негізінде еліміздің 17 аймағында 148 тірек мектебі, оларға 532 шағын жинақталған мектептер тіркелген. Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің басшылығымен ауылдық жерлердегі білім сапасын арттыруға бағытталған ауыл мектебі сапа алаңы жобасы былтырғы жылдан бері іске асуда. Атап айтсақ, Айгөз аудандық көп салалы мектеп гимназия мұғалімдері жаратылыстану мен ағылшын пәнінен біздің оқушыларға сабақтар өтуде. Оқу үдерісі тірек мектебінің бірлескен педагог кеңесінде бекітілген жоспар негізінде жүзеге асып жатыр. Биылғы 2025-2026 оқу жылында Қазақстан халқына қоғамдық қорының IQH Абай облысының шағын жинақты ауылдық мектептерінің әлеуетін дамыту қайырымдылық жобасы аясында жобаның қайырымдылық көмек көрсетушісі Самұрық Қазына акционерлік қоғамы есебінен мектебімізге әмбебап кабинет берілді. Бұл өте үлкен қуанышты жағдай. Бұл кабинетте география, математика, физика, химия, биология, информатика, яғни жаратылыстану пәндерінің қажетті құралдарымен 17 миллионға жуық қаржыға жабдықталған. Абай облысы әкіммен бекітілген 2025 жылдары өңірдің шағын жинақты мектептерінің әлеуетін арттыру жөніндегі жол картасы негізінде Қазақстан халқына қоғамдық қоры, Желкен Foundation қоғамдық қоры, білім инновация халық қоғамдық қоры және Абай облысы білім басқармасымен әзірленген жол картасымен 6, 7, 8 тармақтарын тірек мектебі мен шағын жинақты мектеп педагогтары үшін офлайн форматта біліктілік арттыру курстары ұйымдастырылды. Біздің мектебіміздің жаратылыстану пәндері мұғалімдері 2025 жылдың 28-31 қазан аралығында Семей қаласында 36 сағаттық курс оқу біліктіліктерін көтеріп қайтты. Қазіргі заманда жасанды интеллект білім беру саласында үлкен рөл атқаруда. Мектеп мұғалімдері білім беру жүйесіндегі жасанды интеллект, нейрожелілерге кіріспе курсын 100% оқып білімдерін көтерді. Бұған қоса 21 ғасырдағы оқыту негіздері тақырыбы бойынша 4 мұғалім оқыса,
3 мұғалім құндылықтарға негізделген білім беру аясында ұзақтығы 72 академиялық сағат құрайтын курсты оқып шықты. Орта білім беру жүйесіндегі менеджмент, білім беру ұйымдарының басшылары мен олардың орынбасарларының көшбасшылық құзыреттерін дамыту курсын мектеп директоры ретінде өзім және оқу ісінің меңгерушісі оқып біліктілігімізді көтердік. Жаңа жыл қарсаңында Алматы кітап баспасы отанымыздың 20 өңіріндегі цифрлық ресурстарға қолжетімділігі шектеулі шағын жинақты және шет аймақтардағы мектептерге әрқайсысының құны 400 мың теңге болатын 1000 дана білім беру станцияларын сыйға тарту етті. Жоба шалғайдағы мектептер мен кітапханаларды интернетсіз жұмыс істейтін заманауи цифрлық ресурстармен және жасанды интеллект құралдарымен жабдықталған топ IQ мобилбокс оқу үдерісін қолдауға арналған автономды оқу станциясы. Еліміздің білім беру саласында әлеуметтік маңызы бар қайырымдылық жоба ағымдағы жылдың 22 желтоқсанында Абай облысының орталығы Семей қаласында салтанатты жиында Аягөз ауданында берілген 10 мектептің бірі біздің мектеп болды. Құрметті әріптестер, бұл 2025 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытынды есебі. Ал 2026 жылы біздің оқушыларымыз бен ұстаздарымыздың жетістіктері бұдан да жақсы болады деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.